Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, сіздермен Алтынай Аман және Кармология арнасы. Тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Мен бүгін жалпы жеңіл сезіну жайлы сөйлескім келеді сіздермен. Оны көп адамдар ойлайды ғой, негізі мінезі жеңіл болса ойлайды да. Жеңіл деп. Негізі шын мәнінде олар деген мысалы қиналып тұрса да, қатты көңілдері бір нәрсеге болмай жүрсе де, қатты қиналып жүрген шақтарда да ол кісілер осылай күліп, қуанып жүруге күш табады. Яғни мен ол кісілерге браво дегім келеді, себебі дәл сондай кезде көп адамдар не істейді? Көп адамдар сынып қалып жатады, өмірден бас кешіп кететіндер де бар, Құдай сақтасын. Сондықтан мен бұл кісілердің сырттай зерттей келе өте қатты қызығып қалдым да. Ол кісілер себебі үнемі күліп жүреді, үнемі қуанып, әзілдеп, шутить етіп жүреді да. Негізі мен де сондаймын десем. Бірақ біз көбінде ойлаймыз ғой, ой, бұл жеңіл қарайды, бәріне ештеңені түсінбейтін адам ғой деп ше, ақымақ көреміз да. Ал шын мәнінде ол кісілердің де өмірлерінде қиындық болып жатады, ол кісілерде қиналып жатады. Бірақ сонда да қуануға уақыт табады. Ал біздің өмірге келу себебіміз ол әрине қуану, Сондықтан көбісі бүйтіп деп қабағын түйіп алып жүреді ғой, мысалы деп ше. Ол деген біріншіден өте біртүрлі көрінеді, екіншіден қарайсында жындыма дейсің ғой енді. Ал жеңіл жүретін адамдармен шын мәнінде бәрі жеңіл да, барлығы жолында тез болып кетеді. Сондай сезінуді мен сіздерге қазір үйретемін. Негізі осындай жеңіл сезіну, негізі осылай жеңіл жүретін кісілер өмір бірден солай дүниеге келуі мүмкін. Болмаса соны қалыптастырады кәдімгідей жұмыс істеп. Шын мәнінде мен негізі өзімді жеңіл сезінеді екенмін да, бірақ оны мысалда бала күнімде мен бір қатты бүйтіп күліп қойсам, анам былай түртетін да, қой, ұят болады деп ше. Сол кезде мен ұят қой деп, деп өзім жеңілдігімді солай ұятпен көміп тастағам ғой, короче, деп қойсам. Сосын кейін біртіндеп түсіндім, мен бұлай қазір күлсем ұят болып қалады деп отырған ұнатпайды екем шын мәнінде. Оны енді түсіндім десең ба? Шын мәнінде, адам өзін жеңіл сезінген ол дұрыс. Қараңыздар, жеңіл сезіну мен жеңіл мінез ол екеуі екі түрлі нәрсе. Оларды шатастыруға келмейді. Менің қазіргі айтып жатқаным бәрі ол жеңіл сезіну болып табылады. Ал жеңіл мінез деген негізі оның да жақсы тұстары бар әрине. Мысалы, мен былай қатты ренжіп тұрған болсам да, мен ол адамға іштей жамандық тілемеймін, мысалы. Сол секілді бұл да бір жеңіл сезінуге саналады ғой. Ренжітті деп жүре бересің да, мысалы. Ал андай жеңіл қарай алмайтын адамдар, вот сол кісілер тұрады, кек қайтару керек, итік керек, өлтіріп тастау керек деген сияқты көптеген пландар құрып тастайды, жоспарлар. Жеңіл сезінетін адамдар олар ештеңеге қадалып, мысалы ештеңеге қадалып, сондағы болып жатқан нәрселерді анықтауға, қазбалауға, сол жақтан кінәлі мен кір іздеуге мүлдем атсалыспайды. Ол деген менің ойымша біріншіден жүрегімізге бір сондай жеңіл сезім сыйлайды, одан кейін әрине санамыз менің ойымша таза болады жаман ойлардан. Сонымен осылай менің өзімнің былай көміліп қалған жеңіл сезімді қайтадан қазып өзіме алып алдым да. Себебі мен қазір мысалы шын мәнінде күле саламын тез, қуана салу, мені қуанту өте оңай мысалы. Өте оңай. Міне соның бәрі жеңіл сезіну дегенге саналады. Сонымен қатар әзілдей салу, ол деген мысалы көңіл ғой, мысалы бір адам күліп әзілдеп тұрса, сен де күле салсаң, оған ештеңе кетпейді, дұрыс па? Сондықтан мен өзім негізі тұйық адамдарды ұнатпаймын да. Тұйықтық, әрине тұйықтық арқылы да
негізі эзотерикада айтады да, тұйық адамдар, олар, орысшалап айтсам, несерьезный человек — это несчастный человек дейді. Сондықтан мен шын мәнінде ойлаймын да, күле білмесе, онда ол адамды бақытты деп айту қиын ғой. О, бақытты деп айтуға келмейтін секілді көрінеді енді. Дегенмен көбінде маған салмақты ер адамды айтады. Көбінде енді әркімге әрқалай. Мысалы, сабырлы, салмақты қыз жігіттерге ұнайды деп айта алмаймын. Себебі бұл, мысалы, ренжіп қалса, болды деп былай қарамай тұйықталып қалса, ондай қыздар ұнамайды деп ойлаймын. Сонымен қатар көп қыздар, мысалы, тұрмысқа шыққан кезде, жаңағы көп қой ажырасу себептері, мысалы, күйеуім нәскиді лақтыра салады жұмыстан кейін кезде, мен оған ана-мынау деймін, сөйтіп екеуміз ұрысып қаламыз үнемі, осыдан шаршап кеттім деп ше, солай айтатындар. Сонымен ойлаймын да, ол лақтыра салса, сен де лақтыра салып қасына отырып, бірге кино көріп, мысалы, ойнап кетуге де болады ғой. Дәл соның қылығын қайталауға да болады ғой, ол да бір қалжың секілді. Сондықтан бәріне жеңіл қарау керек деп ойлаймын. Әйтпесе өмірдің өзі қиын ғой, біз оны одан сайын қиындатсақ, онда не болады деп ойлаймын да кейде. Ал жалпы сіздердің ойларыңыз қандай? Жеңіл сезімді мен жеңіл мінезді ажырата білесіздер ме жалпы? Өздеріңіздің мінездеріңіз жайлы жазып кетіңіздер, арнаға тіркеліп, міндетті түрде лүпіл басып кетіңіздер. Ендеше келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.